ученики. Сегодня мы открываем в школе неделю русского языка и литературы, которая пройдет по девизам сначала азбуки, а потом другие науки. Мы приветствуем всех вас, пытливых и находчивых, знающих и остроумных, желающих проникнуть в необычно интересные, близкие и далекие уголки страны под названием русский язык и литература. В канун национального праздника Дня Республики наши любознательные, ответственные, пунктуальные ученики, умеющие чувства, уважение к своей стране, прочитают свои стихотворения о родине. Родина моя, любимая, могучая страна, в ней люди все мирно живут, красивую природу берегут. Я горжусь, что здесь я рождена. Казахстан, родина моя. Мой Казахстан, моя страна, моя отчизна. Пришли иные времена, чтоб не доскакать тебе. Живут друзья друг другу помогая. Мой Казахстан, расти и процветай. Вот голубой, как небо, флаг сияет красотой, а слева, словно верный шаг, орнамент золотой. Цветы мой край родной, цветы мой Казахстан, живые мечты одной, красив твой величивый стан. Поэты великие тебе воспевали, природу твою они описали. Ты будешь долго жить, я это знаю, тебя люблю я, родной мой край. Он так красив, просторный, чаруя. Наш Казахстан навеки мы с тобой, где вольно кочевал народ живуя, и тает в небесах орел степной. Ты слышишь, песня, волна степная, звучит все громче в небе голубом. Будь счастлив, мой народ, звучит все громче, цвети моя республика родная. Теперь к вашему вниманию наши милые девчушки вам свои частушки. Песня и танцы согревают душу, дарят тепло, море улыбок и, самое главное, прекрасное настроение. К вашему
паровоз с гармошкой, мужичок с гармошкой. Поиграем немножко, только от души. Всем нас не распиши. Слово вам. Саламатсыздарма барлықтарыңызға қайырлы күн. Мынау барлықтарыңызды орыс тілі апталығының ашылуымен құттықтаймын. Кеше біздің өткен аптада еліміздің президенті Қытайға сапарында көрдіңіздер, өздеріңіз барып жатқанда Қытайдың қаншалықты да элементарный жиналыста отыруының өзі мен үшін қатты әсер етті да.
Сонда Қытайдың президенті былай деді: егер деді Қытайда жақсы болса дейді, әлемнің бәрінде жақсы болады дейді. Ал Қытай гүлденсе дейді, бүкіл әлем, Қытайдың есігі ашылып гүлденсе дейді, бүкіл әлем гүлденеді. Оған өздеріңіз де қазір куә болып жатырмыз ғой. Элементарный бұл базардан алатын нәрсеміз прямойдан доступно Қытайдан прямой алып жатсыздар. Иә? Міне ал біреулер айтады, елге септігін тигізгісі келмейтін адамдар, ой бе Қытайды ашып жатыр, өлдік, құрыдық, Қытай жаулап алайын деп жатыр деп, кереғар әдеттермен қай жерде болмасын өзінің кері пікірін білдіріп жүреді. Барлық нәрсені жақсылыққа қарау керек. Мына Қытайдың ойшылы, бұл неге айтып жатыр? Қытайдың ойшылы Конфуций айтқан екен: айтып берсең, ұмытып қаламын. Көрсетсең, есімде сақтаймын деп. Ал іс-қимылмен көрсетсеңіз, оны ұмытпай мен де сізбен бірге қайталаймын деп. Сондықтан мына орыс тілдегі ұстаздарымыз біздің баладай өздері сіздерге орыс халқының өнерлерін көрсетуге тырысты. Өздері іс-әрекетімен көрсетті. Ол сіздердің көздеріңізде, миларыңызда ұзақ уақытқа дейін сақталады деп ойлаймын. Сондықтан осы ендігі жылғы орыс тілдің ақталығында осы орындаударда оқушылар тұрсын. Иә? Оқушылар жақсы болма, соны орында оқушы болса, бұдан да керемет болар еді. Қолымыздан келе ма? Келеді. Сондықтан ендігі жолы ұмытпай, Конфуций айтқандай, қайталап, 11-лер бітіріп кетіп, қалған 9-10-дарымыз осы апталықты өз деңгейімізде өзіміз өткізуге тырысайық. Барлықтарыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймын, оқушыларға сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта білім деген өзі оқу инемен құдық қазғандай дейді ғой. Ешкім біреу үшін біреу жұмыс істемейді, біреу үшін біреу оқымайды. Сондықтан алған білімдеріңіз өмірдегі өздеріңіздің жолдарыңыз. Орыс тілін білу деген бұрын айтатын әйтеуір великий русский язык әлемге жол ашылады деп. Қазір мен Қытайды көріп ойладым кеше, орыс тілі оның қасында түк болмай қалыпты ғой деп. Сондықтан осы орыс тілін білсеңіздер, әлемдік әдебиеттер, ғылымдағы әдебиеттерді көбірек білесіздер. Өздеріңіздің жаңағы сөздік қорларыңыз ұлғаяды. Сондықтан әрдайым биік болыңыздар, ұстаздарға шығармашылық табыс тілейміз. Мынау орыс қыздарды тауға кетті, орыс бала, екі бала жанып кетті, мына бала. Ошын менің інімді ошын жандырып жіберді ғой. Иә? Біресе барыңкимен билеп, біресе гитарамен билеп, ұмымаға да не істеретіндер деп қоя кетті. Керемет, тамаша, рахмет сіздерге. Енді осы апталық бойына оқушылар бізге өз өнерлерін көрсетеді деймін. Мәнерлеп оқудан, диктант жазудан, эссе жазудан, ертегілердің постановкаларын қоюдан бізге оқушылар әрі қарай сіздердің іздеріңізді жалғастырады деп ойлаймын. Рахмет.